Майкл Джордан әлем тарихындағы ең көп гонорар жинаған спортшы, ал Майвезер 9-шы орын, Тайсон болса 14-ші орынға жайғасыпты. Сәлем, бүгін сіздерге әлем тарихындағы ең көп гонорар жинаған 25 спортшыны ұсынатын боламыз. Ендеше көреміз. Forbes версиясы бойынша карьерасында ең көп гонорар жинаған спортшылар тізімі мынадай. Майкл Джордан 1,85 миллиард. Тайгер Вудс 1,7 миллиард. Арнольд Палмер 1,4 миллиард. Джек Никлаус 1,2 миллиард. Михаэл Шумахер 1 миллиард. Фил Микkelсон 815 миллион. Коби Брайант пен Дэвид Бекхэм 800 миллион. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларда жіберіп алмайсыздар. Флойд Майвезер 785 миллион. Шакил О'Нил 735 миллион. Леброн Джеймс 735 миллион. Криштиано Роналдо 725 миллион. Герк Норман 705 миллион. Майк Тайсон 700 миллион. Роджер Федерер 675 миллион. Лионель Месси 600 миллион. Алекс Родригес 575 миллион. Джефф Гордон 525 миллион. Оскар Делахоя 520 миллион. Мэнни Пакьяо 510 миллион. Дерек Джитер 490 миллион. Пейтон Мэннинг пен Кевин Гарнет 480 миллион. Эвандер Холлифилд 475 миллион. Андре Агаси 470 миллион. Біз сіздерге әлем тарихындағы ең көп гонорар жинаған 25 спортшы тізімін көрсеттік. Алдағы уақытта қай спорт түрі ең көп гонорар төлейді? Және де осы тізімнен қазақстандық қай спортшыны көргіңіз келеді? Және не үшін? Осы жайлы сипаттамаға жазып қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. World of Warships ең мықты кемелер соғысы. Сен суда қаншалықты мықтысың? Егер де кеме капитаны болсаң, өз қарсыластарыңа қалай шабуылдайтын едің? Мықты болсаң, тіркел де дәлелде.